Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 85-ші сабаққа қош келдіңіздер. 7-ші жаттығу. Керекті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: Динаның ұстазы кім? Екінші сұрақ: Құрманғазы кім? Үшінші сұрақ: домбырашы болу не үшін керек? Төртінші сұрақ: Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға қалай әсер етті? Төмендегі керекті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап береміз. Етістіктерді тап, олардың дара немесе күрделі екенін айт. Бірінші сұрақтың жауабы, яғни Динаның ұстазы Құрманғазы. Құрманғазы кім? Құрманғазы күй атасы. Домбырашы болу үшін не істеу керек? Дыбысты сүйе білу керек, ерінбеу керек. Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға қалай әсер етті? Құлағынан кетпестей әсер етті. Келесі етістіктерді тап, оларды дара және күрделі екенін анықта дейді. Бұл жерде сүйе білу күрделі етістік болып тұр, және ерінбей кетпестей деген дара етістік болып тұр. 8-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Күйші күй тартады, жыршы жыр жырлайды, ақын өлең шығарады, дәрігер ауруларды емдейді, мұғалім балаларды оқытады, жылқышы жылқы бағады. Құрметті оқушылар, 9-ші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына дара етістіктерді тауып жаз. Күрделі етістіктерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Келді, келе жатыр, келе бастады. Тартады, тарта алады, тартып жатыр, тартып жүр. Тоқиды, тоқи алады, тоқып отыр, тоқи бастады. Барады, барып кел, бара кел. Енді осы жердегі күрделі етістіктерді қатыстырып, сөйлем құрастырайық. Бірінші: апамдар ауылдан келе жатыр. Екінші: тарта алады дегенге: Нұрай домбыра тарта алады. Тоқып отыр. Нарқыз тоқыма тоқып отыр. Барып кел деген күрделі етістікке: Қайсар Асқардың үйіне барып кел. 10-шы жаттығу. Суретке қарап, мәтіннің тақырыбын болжа. Менің атым Дина, деді қызғалдақ. Мерейлі бол, Динажан. Мен кек күйшісі Құрманғазымын. Тәрбиеші Махамбет ақын, Исатай ердің серігі, халық үшін жан берген. Сол ерлердің ұраны, сол күрестің дабылы мынау егіс шекте. Мұрамды саған тапсырдым, халыққа жеткіз күйімді, деп қария қызғалдаққа үкілі домбырасын ұсынды. Егер де маған, атажан, шынымен сеніп тапсырсаңыз, кей ұрандас күйіңізді халыққа ойнап беруге ант етем, деп қыз бала тізелеп отырды да домбыраны қолына ұстап, сүйіп алды. Мәтінге ат қой. Мәтінге Құрманғазы мен Динаның таныстығы, немесе кек күйшісінің тартуы, болмаса Құрманғазының сыйы деген сынды мәтінге осындай ат қоюға болады. Келесі беттегі жоспарларды толтыр. Бірінші: Дина мен Құрманғазының танысуы. Екінші: Құрманғазының Динаға домбырасын ұсынуы. Үшінші: Динаның домбыраны қабыл алуы. Жоспар бойынша мәтінді мазмұнда. Мәтіннен етістіктерді тауып, олардың дара және күрделі түрін ажырат. Дара етістіктер: бол, берген, тапсырдым, жеткіз, ұсынды, ұстап, отырды. Күрделі етістік: ойнап беруге. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.